Барлығыңызға сәлем, сіздермен қысқаша фильм арнасы. Бүгін біз сіздермен 2015 жылғы Песок атты американдық құбыжық туралы фильміне киношолу жасайтын боламыз. Фильм көрермендерге бір кешті көрсетуден басталады. Бұл адам бір кештің бәрін камераға түсіріп жүр. Жастардың бейніне трансляция жасап жатыр. Барлығы толығымен беріліп көңіл көтеріп жүр. Митч есімді жігіт барлығынан телефондарын өзіне жасыруды сұрайды. Енді алдағы уақытта оларды ешкім түсіріп, содан кейін интернетке таратпау керек. Ұят болады дейді. Содан кейін екі жігіт, Венс пен Гилберт, судан тапқан түсініксіз шырышты шар тәріздес бір затты әкеледі. Бұл барлығына жеркенішті көрінгенімен, бұл туралы ешкім бас қатырып жатпады. Бұған мән бермейтіндей қаншалықты мас болу керек. Ары қарай бізге таң атқанын көрсетіледі. Таңертең ертесімен олар қатты ұйқыда жатыр. Келли есімді қыздың Митч деген жігітпен бірге ұйықтап жатқанын көреміз. Джонс деген жігіт Кенда атты қызбен, және Ронни мен Венсис машинада ұйықтап жатыр. Келли деген қыз бірінші оянып айналасына қарап, алыстан ол жағажайда ұшуға тырысып жатқан шағаланы көреді, бірақ ол мұны істей алмайды. Қыз құсты ауру деп ойлайды, бірақ кенеттен ол құмға сіңіп жоғалып кетті. Қыз қатты таң қалды, ол ұйықтап жатқан достарына айқайлауға тырысады. Құмды баспау керек деп айтқысы келді. Бірақ ол қарама-қарсы жаққа бұрылғанда, ол Марш атты досын көреді. Ол күн сәулесінде күнге күйіп, содан кейін құмға аяқ басуды шешті. Оның аяғы құмға батып кетті. Қыз қозғала алмай қалды. Барлығы абдырап, уайымдап қалды. Венс оны құтқарғысы келіп көмекке асығады. Келли оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол тыңдамай көмекке асығады. Ол да көмекке асыққан қызға жете алмай, құмға құлайды. Оны да құм өзіне тартып сіңіре бастайды. Осы уақытта Марша мүлдем көрінбейді, құм оның денесін толығымен сіңіріп алды. Ал Венс болса қиналып құмда жатыр, ол қызынан оған көмектесуін сұрайды. Жігіт басын көтеруге тырысады, бірақ бұл мүмкін емес. Құм оның терісі мен көзін өзіне тартады. Ронни қорқып айқайлап оны шақырады. Бірақ өте кеш, ол сондай-ақ қорқынышты құмның қалыңдығында жоғалады. Қалғандары аман қалғандар себебін және жалпы не болып жатқанын түсінуге тырысады. Ары қарай жігіттер не істеу керектігін анықтауға тырысады және бір жерге қоңырау шалғысы келеді. Бірақ олардың телефондары көліктің жүк салғышында екені есіне түседі. Джона көлікті іске қосуға тырысады, бірақ аккумуляторы отырып қалған. Сонымен олар осы жерде кептеліп қалды. Келли баспалдаққа көтеріліп, қолын құмға қарай созып көрді. Біз көріп отырғанымыздай, біртүрлі ақсыздықтар қыздың қолына қарай тартылады. Митч таң қалады және өз көзіне өзі сенбейді. Біраз уақыттан кейін тағы бір кейіпкер Гилберт оянады. Ол мусорларды өртейтін қоқыс шелегінде оянады. Ол сол жерден шығу үшін барын салады, бірақ жігіттер оны уақытында байқап қалып, ешбір жағдайда қозғалмауын сұрайды. Мұны олар жолдастарының өлімін түсіндіру арқылы тоқтатады. Әрі қарай олар өздері арасындағы қарым-қатынасты анықтауға тырысады. Әдетте адамдар мұны эмоцияның шыңында болған кезде жасайды. Ал уақыт болса өтіп жатыр. Бірақ ешкім көмекке келмейді. Келли күннен қорғанатын кремді тауып алып, оны көлікте отырғандарға лақтырады. Гилберт әлі сол қалпында бөшкеде отыр. Келли болған оқиғаны қайтадан талқылай бастап, неге бұлай болғанын ойлана бастайды. Олар қайтадан айналасына қарап, кеше вечеринкаға қатысқандардың бәрі де құмның ішіне сіңіп кеткенін түсінеді. Содан кейін Келли жігіттер кеше судан шырышты шардың шарғанын есіне алады. Себебі ол оның бөліктерін алыстан көреді. Ол бұл жұмыртқа екеніне және де түнде одан бір нәрсе шыққанына сенімді. Бұл тіршілік иесі құмға қоныстанған болуы мүмкін. Бұл оның тіршілік ету ортасы, және ол қарапайым тамақ сияқты адамдармен қоректенеді. Ол бұны бір тіршілік иесі деп болжайды, түнде ғана шықты, сондықтан әлі де өте кішкентай размерде. Келлидің керемет жоспары бар. Ол құмда өмір сүретін тіршілік иесінің құмдағы қаншалықты үлкен екенін тексергісі келеді. Ол шұжықтарды алып, оларды айналасына лақтыра бастайды. Гилберт оны әлі күнге дейін бөшкеде отырғанын есіңізге саламын. Құмға тағы бір құстың қонып, оны сіңіріп алған жағымсыз суретті байқайды. Сөйтіп ол ақыры түсінеді. Яғни достарының әңгімелері ащы шындық. Барлығы Келлидің жағажайға шұжық шашып жатқанын көреді. Митч бұл олардың жалғыз тамағы екенін ескертеді. Бірақ қыздың тоқтағысы келмеді. Содан кейін олар бір ғажайыпты байқайды. Соңғы лақтырылған шұжық сіңірілмей бетінде қалды. Барлығы қуанады, енді құтқарыламыз деп үміттенеді. Ал қауіпсіз жер бұларға тым алыс еді. Олар оған қалай жетуге болатынын білмейді. Сөйтіп Джон бір тапқырлықты ойлайды. Ол көліктің артқы жағына көтеріліп,
кеше біреу қалдырған серфинг тақтасын өзіне алады. Ол олардан жол жасауға тырысады және осылайша қауіпсіз жерге жетуге тырысады. Сөйтіп сол жерге қадам басып бірнеше қадам жасай алады. Содан кейін ол жақын маңдағы орындыққа жетеді. Ол оған бір аяқпен айналады, бірақ сол кезде тақта қозғала бастайды. Ол құлап қолмен орындыққа сүйеніп қорқынышты құмның үстімен созылып бара жатыр. Құмның түсініксіз сым тәріздестері оның ішкі жағына қарай тартылып бара жатыр. Ол қашып орындықтарға көтеріле алады. Бірақ оның іші жараланып қалады. Джона азық-түліктер тұрған сөмкені тауып алады. Ол ішінде не бар екенін қарап жатқанда кездейсоқ бананды жерге құлатып алады. Ол жоғалып кетпейді. Жігіт жақында өрт болған жерде ештеңе болмайтынын байқайды. Естеріңізге салсақ, басында олар оттың жанында билеп жатыр еді. Сондықтан ол жерге құмнан жасалған тіршілік иесі жоламайды. Ол сол жерге қарай секіреді. Бірақ бәрібір өзін қорқынышты сезінеді, себебі оның ішінен қан кетіп жатыр еді. Содан кейін ол қатты ауырады. Достары оған кейін қайтуды сұрайды. Ол достарына сөмкеден тапқан суды лақтырып, отырғышқа қайта жатады. Осы уақытта құм құбыжығы, оны солай атасақ та болады, көлікке де жетуге бел буды. Достар көліктің дөңгелектерін итеріп жатқан біртүрлі сызықтарды көреді. Және көлікті жылжытуға тырысып жатыр. Жігіттер жағдайдың ушығып жатқанын және олардың уақыты аз екенін түсінеді. Қыздар Кенли мен Ронни телефондарды алу үшін автомобильдің жүк салғышын ашуға тырысады. Ронни Кенлимен қоштаса бастайды. Егер ол қайтып келмесе, анасына хабарлама жіберуін сұрайды. Нәтижесінде қыз жүк салғышқа көтеріліп, оны достарының көмегімен ашады. Оның ойы сәтті болып бампердің ұшына жетті. Осы кезде бұларға тағы бір көлік келеді. Жүргізуші алыстан достарға сигнал бере бастайды. Бұл бамперде тұрған Кенлиді қатты қорқытады. Оның аяғы сырғып құмда қалып қояды. Ол дірілдеп ауырғаннан қатты айқайлайды. Қалғандары көлікке келген адамның назарын аударуға тырысады. Бұл жағалау күзету екені белгілі болды. Ер адам жігіттерді шегіп алған деп оларды байыпты қабылдамайды. Яғни айтқандарына сенбейді. Келли күзетшіге көліктен түспеуді айтып айқайлайды. Бірақ ол шығады, таңғаларлықтай құммен еркін жүреді. Оның офицерлік етіктерінен құбыжықтың өте алмайтынын көруге болады. Офицер орындықта ауырсынып жатқан Джонға қарайды. Ол жігіттің көмек сұрауын елемейді және әрі қарай жүреді. Ер адам бұл достарды бұрыш спреймен қорқытады. Ол олардың өзіне қарай келгенін қалайды. Бірақ олар әлбетте бас тартады. Қаруын қабығынан алайын деп жатқанда ол кілттерін жерге түсіріп алады. Кілттерді көтеруге тырысып жатқанда ол жігіттердің әлі есі дұрыс екенін және оған өтірік айтпағанын түсінеді. Енді ол құбыжықтың әсерінен қозғала алмай жатыр. Келли оған, яғни құбыжыққа, баллон спрейді қолдануға кеңес береді. Айтпақшы, бұл қыздың қаншалықты ақылды идеялар беретінін байқадыңыз ба? Бұл айтқандары шынымен де жұмыс істейді. Тек ер адам қолының бір бөлігінен айырылады. Ол шоктың салдарынан жерге құлайды, ал құбыжық болса жерге сіңіріп алады. Енді Меч аяқ киіммен құбыжықтың тиісе алмайтынын түсінді. Және күзетшінің машинасына шлюпкамен және сүлгімен жетуге тырысады. Жолдастары оны ұстап алмақ болып тырысып, көлігінен сүлгі лақтырады. Ал Меч артқа шегініп кетіп құмға құлайды. Тіршілік иесі оны қанға бөліп сіңіріп алады. Келли шыдай алмай көлікке қарай секіреді. Ол әрине сәтті болады. Сол сәтте ол Кендимен шешілмеген мәселе үшін күреседі. Сол түні Кенди Келлидің жігітімен ұйықтап шыққан екен. Соңында олар Ронниге қолын құмнан алып көмектесуге шешім қабылдады. Осы уақыт бойы орындықта отырған Джона Келлиге оны жақсы көретінін мойындайды. Қыздар жоспар құрады. Қираған баспалдақ қалдықтарынан мост жасауға тырысады. Мақсаттары офицердің көлігіне жету үшін. Сөйтіп мост арқылы қозғала бастайды. Бұл оларға жақсы көмектеседі. Үшеуі Джонға жетеді және ол әлі де өте нашар жағдайда. Ронни да ол жерге жетті. Бірақ жараланған қолының кесірінен ол қалыпты ұстай алмай жерге құлап түсті. Жаратылыс Ронниді құмның тереңдігіне жұтады. Кенди аяғын сүлгімен және сөмкімен орап алып, құбыжықтан жарақат алмай машинаға жүгіріп келіп сәтті жетті. Гилберт бұл оқиғаға өте қуанады. Оның қозғалғанын байқаған құбыжық оған қызығушылық таныта бастайды және бушке арқылы өтеді. Алдымен ол оны төменнен жейді.
Содан кейін бірнеше үлкен аяқтар бөшкеден шығып Гилбертті өзіне сіңіріп алады. Дәл сол үлкен аяқтар көліктің жанында пайда болып, оны шайқай бастайды. Кенди капотқа құлайды. Сөйтіп бірте-бірте түнде батады. Кенди көлікте жатыр, қалғандары әлі де орындықта. Кенди құбыжықтың тынышталуын күтеді және көліктен құтқарушы қайықты тауып алады. Оның көмегімен ол достарын құтқаруды шешеді. Сөйтіп Кенди мен Джон ақыры көлікте. Бірақ Келли көтерілмес бұрын оның көз алдында үлкен аяқтар пайда болады. Құбыжықтың өте үлкен көлемге өскенін байқауға болады. Қыз тек көліктің төбесіне секіре алады. Ол сол жерден жанармай құтысын табады. Және жанармайдың көмегімен құбыжықты өртеп жібереді. Сөйтіп Келли тез көлікке отырады және олар үнсіз отыр. Көп ұзамай Джонның өлгенін түсінеді. Қыздар құшақтасып қайтыс болған достарын жоқтайды. Шаршап шалдыққан олар көлікте ұйықтап кетеді. Келесі күні таңертең олар терезені қағып жатқан ер адамның әсерінен оянады. Кенди мен Келли бұл құбыжықтың жоғалып кеткенін және олар жерге тыныш қадам баса алатынын түсінеді. Олар болған жағдайға сенбей, жағажайда бір-бірін сүйеп жүріп бара жатыр. Соңғы кадрда біз Санта-Моника пирстерінің жанында су астында жүзіп жүрген үлкен құбыжықты көреміз. Сонымен фильм бітеді. Әрине көрермен, бұл құбыжықтар туралы ең жақсы фильм болмауы мүмкін. Бірақ мен үшін бұл фильмнің тартымды бір әсері бар. Көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, өз әсерлеріңізбен бөлісуді сұраймын. Келесі жүздескенше.